саған. Ана бір сөздің өзі адамға қалай әсер етеді. Жаңа есіктің қоңырауы шырылдады. Немерем шығар деп аштым да, екінші бөлмеге кіріп кетсем, келді. Әр жақта отырып айтам ғой. Есікті жартылай ашық қоя бер, үй салқындасын деп. Бір кезде апай сәлем бердік дейді. Бұл кім деп шықсам, альтелді қондыруға келген жас бала екен. Астанада тұрып сәлем бердік деген сөзді естімейміз ғой. Бірден қай жақтықсың? Ақтөбенікісің ба деймін? Ақтөбенікімін дейді. Біз онда Шалқардікіміз. Сен қай жақтықсың? Ырғыздікімін дейді ғой. Ырғызда кімсің? Руың Шөмекей ме деп жатырмын ғой. Мен анам Шөмекей ғой. Жоқ, Төртқарамын дейді. Төртқараның 80-мін дейді. Мала жақсы. Осында тұрып жатсың ба десем, жоқ, студентпін. 2-ші курс бітірдім, жұмыс істеп жүрмін дейді ғой. Жап-жақсы ақ көңіл бала екен. Үйде отқасын ба, онымен мәз болып әңгімелесіп. Кетерде сұрап жатырмын ғой, атың кім деп. Аграрныйда оқимын. Атым Жаслан деп қояды. Кішкентай адамға көп нәрсе керек емес. Кішкентай нәрсенің өзі адамның көңілін көтереді. Сәлем бердік деген сөз құлаққа жылы естіледі екен.